Құрметті Жамбыл облысының тұрғындары мен қонақтары, бүгін 17 ақпан 24 жыл сағат 18:30-дан бастап облыс аумағында ауа райының қолайсыздығына және ауа температурасының төмендеуіне байланысты облыс аумағынан өтетін Алматы, Ташкент, Термез республикалық маңыздағы автокөлік жолындағы екі учаскеде барлық автокөлік құралдары үшін жол жабылды. Бірінші учаскеміз 159 шақырым Кенен ауылынан 238 шақырым Қайнар ауылына дейінгі участке. Бұл облысымыздағы жаңа Қордай асуы. Екінші участке 214 шақырымнан Қордай ауылынан 143 шақырым Алматы облысының шекарасына дейінгі аумақ. Бұл ескі Қордай асуы. Осыған байланысты құрметті облыс тұрғындары мен қонақтары, осы аталған екі учаскеге ұзақ жолға немесе сапарға шықпауларыңызды сұранамыз.